Әріптестер, мен Жаркент жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің география пәнінің оқытушысы, педагог зерттеуші Жұмабаева Ардақ Қалибекқызы. Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Барлығымыз орнымыздан тұрып, жаттығу жасап алайық. Қолымызды кеңге жайып, жоғары көтерген сайын адамның бойында кездесетін жағымсыз әрекеттерді ішімізден айтып отырамыз. Алақанымызды біріктірдік. Енді жоғары қарай қатты сермеп, лақтырып жібереміз. Өте жақсы білім алушылар. Жақсы. Адам бойында кездесетін жағымсыз әрекеттерден арылып, жақсы көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастайық. Отырыңдар. Флиппити серверінде спиннер рондем қосымшасы арқылы 3 топқа бөлініп алайық. Назарларым интерактив тақтада болсын. Орындарымызға жайғасамыз. Бірінші топ, бірінші столға жайғасайық, орналасайық. Екінші топ ортадағы столға келеміз. Үшінші топ, соңғы қатардағы үшінші топ. Үшінші топ. Жақсы, топқа бөлініп алдық. Енді 5Т ережесін сабақ бойында басшылыққа алып отыруларыңды сұраймын. Топта тәртіпті сақтайық. Білімімізді шыңдап, тапсырмалар орындап, талаптанайық. Аудиторияда тыныштық сақтайық, тазалық сақтайық. Бүгінгі сабағымызды татулықпен әдемі орындап шығамыз. Сонымен бірге балалар, сендердің алдыларына, білім алушылар барлықтарына бақылау парағын қойып қойдым. Бақылау парағына аты жөнімізді жазамыз. Сабақ барысында орындап жатқан жұмыстарымызды өзіміз бағалап отырамыз. Ендеше білім алушылар, маған назарларымды аударуларыңды сұраймын. Бірінші әдіс қаламсап әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма қаламсап әдісі бойынша. Қазір сендерге сұрақ қойылады. Мен кімнің қаламсабын көрсетсем, сол білім алушы жауап беру керек. Бірінші сұрақ, әдіс дегеніміз не? Әдіс дегеніміз не? Белгілі бір мақсатқа жету үшін нақтылы тәсіл орындау түрін біз әдіс деп атаймыз. Жақсы, өте жақсы, керемет. Тағы да әдіс дегеніміз Педагог пен балалардың арасындағы өзара байланысты айналған тәсілді әдіс деп атаймыз. Дұрыс па? Жақсы, өте жақсы. Әдіс туралы тағы айтарларың бар ма? Жақсы, айта ғой. Әдіс дегеніміз көздеген мақсатқа жетудің бір тәсілі. Ол грек тілінен аударғанда зерттеу деген мағынаны береді. Зерттеу деген мағынаны береді екен. Керекті нәрселер болса, лекция дәптерімізге түртіп алып отырамыз. Келесі сұрақты тыңдаймыз. Тәсіл дегеніміз не? Тәсіл дегеніміз не? Кімнің қаламсабы? Тәсіл дегеніміз. Айта ғой. Тәсіл дегеніміз ол нақтылау келген іс жүргізу амалы болып саналады. Тәсіл дегеніміз тағы қосарымыз. Айта ғой. Тәсіл дегеніміз білім мен біліктілікті қалыптастыратын әрекет. Жақсы. Ендеше келесі сұрағымызды тыңдайық. Қандай әдіс тәсілдерді білесіздер? Атап жібереміз білетін әдіс тәсілдерімізді. Бес саусақ әдісі. Бес саусақ әдісі.
өрмекші әдістері, өрмекші әдісі, жиға шабуыл, қар кесегі әдісі, қар кесегі, жақсы. Тағы да, ыстық орындық әдістері, Ыстық орындық. ABC әдістері. иә, жақсы. Әдістің түрлерін жақсы, барлығымыз біліп жатырмыз, иә? және атомдардың молекула деген ABC деген әдістер бар. Жақсы. Келесі сұрақты тыңдайық. Оқыту жұмысын ұйымдастырудың қандай формаларын білесіздер? Оқыту жұмысын ұйымдастырудың қандай формаларын білесіздер? Педагогика пәнінен бұл туралы толық мағлұматымыз бар, иә? Иә, жақсы. Иә. Оқыту жұмысын ұйымдастырудың формалары: сабақ, дәріс, семинар, конференция, практикум, факультатив, курстық және дипломдық жоба, кеңес, емтихан, сынау, пән үйірмесі. Жақсы, отыра ғой. Яғни оқыту жұмысын ұйымдастырудың ең басты формасы, нысанасы ол сабақ екен. Сабақ әдістердің тоғысу арнасы дейміз, иә? Жақсы. Ендеше осы тапсырма бойынша бағалау парағына өзіміздің бағалау жұмысын жүргізейік. Үш критерий берілген. Көріп отырмыз, иә? Ортақ балымызды ерекше етіп жазып белгілеп қоямыз. Жақсы, балалар. Ендеше бүгін біз міне қаламсап әдісі арқылы жаңа сабағымызды айқындап алған сияқтымыз, иә? Бүгінгі сабағымызды тақырыбын жаңағы лекция дәптерімізге жазып алайық. Дүниетану пәнін оқытудың формалары мен әдіс тәсілдері. Сабағымыздың тақырыбы дүниетану пәнін оқытудың формалары мен әдіс тәсілдері. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға дүниетану пәнін оқытудың формалары мен әдіс тәсілдерін түсіндіру және өздігінен жұмыс істеу әрекетін дамыту, зерттеу жұмыстарына дағдыландыру. Бағалау критерийлері: дүниетану пәнін оқытудың формалары мен әдіс тәсілдерін түсінеміз, өздігімізбен жұмыстар, тапсырмалар орындаймыз. Сонымен бірге базалық мектептерге дүниетануды оқыту әдістемесі пәнінен әдіс тәсілдер ресурстарын жинақтаймыз. Бақылау әдісі арқылы бақылау жұмыстарын жүргіземіз. Енді мақсаты сабағымыздың бағалау критерийлері түсінікті болса, бүгін бізде Талдықорған қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінен педагогикалық шеберлік орталығының тренері Қазығұлова Гаухар Ясынқызы білім алушылардың өзара әрекеттестігін белсендіруге арналған тәсілдер тақырыбындағы іс тәжірибесімен бөліседі. Сәлеметсіздер ме? Құрметті ұстаздар және білім алушы студенттер. Слайд көрініп тұрса, айтсаңыздар, студенттер. Көрінді. Жақсы, сіздер болашақ біздің қоғамның мықты іргесін қалаушысыздар, сондықтан міндетті түрде өз жұмыстарыңыздың шебері болуларыңыз керек, студенттер. Бүгін сіздермен мен білім алушылардың өзара әрекеттестігін қалай белсендіруге болады? Өзара әрекеттестік дегеніміз не? Соған тоқталайық. Маған берілген 7 ақпен, сондықтан тез айтуға тырысамын. Енді қараңыздар, белсенді әрекеттесу кезінде оқыту үдерісі қалай ұйымдастырылады? Ең бастысы соны түсініп алу керек. Өзара әрекеттестік дегенде ол оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынас, бірін-бірі оқытуы. Ол жұптық жұмыста болуы мүмкін, топтық жұмыста болуы мүмкін, ол үлкен ұжымдық жұмыста болуы мүмкін, әртүрлі талқылау формасында болуы мүмкін. Ол синхронды да, асинхронды да болуы мүмкін. Естіліп тұр ма, білім алушылар? Және ең маңыздысы, қараңыздар, өзара белсенді әрекеттесу ол топтың барлық мүшесін қамтуы керек. Және тапсырмалар қызықты болу керек, және ынталандырылған болу керек екен. Сонымен бірге
оқушылардың әртүрлі қалаулары болады, қажеттілігі болады, қызығушылығы болады. Міне соған сәйкес тақырыптар мен өзара әрекеттесу түрлерін қамту керек екен. Ең маңыздысы мынаны есте сақтаңыздар. Оқу пирамидасы бар. Ол өте маңызды. Қараңыздар. Оқу пирамидасында егер де сіз болашақта мұғалім болып тек қана лекция түрінде, дәріс түрінде сабақ берсеңіз, оқушыларыңыз 5% білім алады. Онда құлақ қана жұмыс жасайды, естиді. Көрініп тұр ғой, оқу пирамидасы. Ары қарай, егер сіз чтение, оқуға тапсырма ғана беріп, оқып кел деп айтсаңыздар, ол тек қана 10% бала білім алады да үйіне кетеді. Сол кезде құлақпен бірге көз де жұмыс істейді екен. Ал егер сіз сабағыңызда, болашақта сіз мұғалім боласыз ғой, сабағыңызда аудио-визуалды қабылдау тапсырмалары берсеңіз, мысалы тыңдауға байланысты, көруге байланысты, таныстырулар әртүрлі болатын болсаңыз, сізде 20% оқушыларыңыз білім алады, 80% ешқандай білімсіз кетеді екен. Онда біз тағы да құлақ пен көзді ғана қолдана аламыз. Қабылдау каналдары. Бізде 5 қабылдау каналы бар, өздеріңіз білесіздер. Ары қарай, егер сіздер таныстырылым жасап, оқушыларға түсіндіріп жатсаңыздар, олар 30% білім алады екен. Қандай қорқынышты. Сол кезде біз сөйлейміз, естейміз, көреміз. Ал егер де сіз оқушыларды талқылауға, бір-бірімен кәдімгі пікірін айтуға, жарыстыруға, топтың ішінде үлкен идеялар бір-бірімен алмасып жатса, онда 50% білім алып сізге риза болып қайтады екен оқушылар. Бұл жерде тағы да бізде таныстырылым кезінде құлақ, көз және дауыс қана естиді. Ал енді ары қарайықшы, тәжірибе жасап, оқушыларға қандай да бір іс-әрекетті жасатып, мысалы дүниетанудан әртүрлі зерттеулер бар. Соны жасататын болсаңыздар, 75% балалар сіздерге қатты риза болып, үйіне ата-аналарына ризашылықтарын білдіріп айтып отырады екен. Яғни ол кезде сіз көресіз, естисіз, дауыстап айтасыз, плюс қолмен бір нәрсені жасайсыз. Ең мықтысы деп айтады жаңа зерттеушілер, басқаларды оқыту дейді. Қандай да бір проблемаға арналған сұрақтар беріп, бір-біріңізден талқылап, бір-біріңізден үйреніп, идея қосып толықтыратын болсаңыздар, бір-біріңізден білім ала аласыздар, оқытасыз. Сол кезде 4-5 адамның сенсорлық деп айтады, сенсорлық жаңа құралдарының бәрі жұмыс істейді. Ұстап көресіз, дауыстап айтасыз, көзбен көресіз, естисіз, пікіріңізді білдіресіз. Олай болса, өзара әрекеттесу маңызды ма екен балалар, студенттер? Жақсы, сіздер міндетті түрде сөйлеп отырыңыздар, мен сіздер үшін жасап отырмын. Енді маңыздысы мынаны қараңыздаршы. Егер де сіздер дәріс жасасаңыздар, оқуға берсеңіздер, визуалды таныстырылымды беретін болсаңыздар, оқушылар тек қана ақпаратты ғана қабылдай береді екен. Сыртқа еш нәрсе продукт өнім шығармайды. Егер сіз талқылауды, тәжірибені, басқаларды оқытуды қосатын болсаңыз, оқушылар оны қолдана алады. Ал біздің мақсатымыз өмірде қолдана алу білімді, солай ғой? Солай ма? Рахмет бірге болып отырғандарыңызға. Жақсы, ары қарай жалғастырамын мен. Енді сіздерге мен уақытты өткізбей тез қандай әдістерді ұсынатынымды айтайын. Бірінші әдіс мынандай әдіс бар. Барлық факторларды ескеру деген, БФЕ деген. Ол өте мықты. Қандай дағдыларды қалыптастырады бізде және білім алатын оқушыларда? Ақпаратты басқара аласыз, бірлескен жұмыс жасайсыз, ойлау проблеманы шешесіз. Оны қалай жасаймыз? Мысалы, сіз талқыланатын бір мәселе білесіз. Айтайық, ол проблемный мәселе болуы, ол табиғатқа байланысты, ол қандай да бір қоғамға байланысты болуы. Енді оқушылар осылардан барлық факторларын іздейді. Мысалы, айтайық, бір талқыланатын мәселе, мысалы, Жаркент қаласындағы судың құрамы неге лайланып кетті, болмай қалды. Мен білмеймін, дүниетанудың пәнінің мұғалімі емеспін, жалпы айтып. Сол кезде сіз бірінші факторды, артықшылығы мен кемшілігін тауып алуыңыз керек. Екінші фактор, опять артықшылығы, кемшілігі. Қандай үшінші фактор бар, қандай кемшілігі бар? Осы факторлардың бәрін ескере отырып, қандай шешім шығарамыз, қандай проблеманы шешудің жолын табамыз. Міне көрдіңіздер ме? Мұнда әрекеттесу бола ма балалар? Бір-бірімен талқылап, бір-бірімен жаңағы дауласатын әрекет бола ма? Болады, иә? Өте жақсы. Бұл өте тиімді бір әдіс. Ары қарай жылжиын. Опять тағы да кішкене кішірек, потом жылжиын. 5 сұрақ деген әдіс бар, оны білетін шығарсыздар, бірақ өте маңызды.
кәдімгідей сыни ойлауды дамытады, шешім қабылдайды, ақпаратты басқарады. Мысалы, қалай, только неге, қалай деген сұрақтар. Мысалы, неге ауа ластанып кетті? Қалай ол ластануына не әсер етіп жатыр? Оны біз қалай дамыта аламыз? Осылай сұрақтарды өрбітіп талқылауға түсетін болсаңыздар, бір-бірден үйренетініміз көп болады екен. Жақсы, ары қарай жылжимын балалар. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Енді тағы бір тамаша әдіс, мен өз тәжірибемде үнемі қолданамын, әуе шары деген әдіс бар. Қараңыздаршы, көрініп тұр ма? Әуе шары дегеніміз, оны басқалармен жұмыс істеуді, шешім қабылдау, проблеманы шешу, ақпаратты. Неге мен ылғи осындай проблеманы шешуді алдым? Өйткені 21 ғасырда біз дағды проблеманы шеше алу дағдысын қалыптастыруымыз керек. Ол барлық жерде бүкіл әлемде осы дағдыны қалыптастыру маңызды екен. Енді қараңыздар, айтайық, мұғалім сіздерге бір проект берді дейік. Дүниетану бойынша бір қандай да ауыл шаруашылығына байланысты бір саланы жақсартуда. Сол кезде проектіде әуе шарында кім болу керек? Оқушылар сіздер сол жерде басты кейіпкерлердің аттарын жазасыздар. Сол жерде проектта жұмыс жасайтын. Жоба табысты болу үшін не болу керек? Соған екінші әуе шарының екінші несіне, бөлігіне табысты болу үшін біздің жұмысымыз не болу керек? Соны жазасыздар шарға. Енді қараңыздаршы, үшінші бөлігіне. Табысты, егер ол жобаның табысты болуын не кідіртеді, не қиындық келтіреді, примерно соны ойластыру керек. Мынандай болып қалуы мүмкін. Егер барлығымыз бірге жүрмесек, бұл жоба іске аспай қалуы мүмкін деген әртүрлі кедергілер жазасыздар. Енді келесі бөлігіне. Қатты әуе шарының аспанға жылдам ұшуына не көмектеседі? Яғни жобаның күшті жүріп кетуіне не көмектеседі дегенде сіздер келесі бөлігіне жазуыңыз керек. Бірлескен жұмыс, тағы да басқа өздеріңіздің пікірлеріңізді жазу керек. Енді ең төбесіне жетеді. Сіздер уже аспанда қалықтап жүрсіздер проектімен. Бір кезде ол біресе былай кетіп қалады, біресе былай кетіп қалады. Шардың бағыты өзгеріп кетуі мүмкін. Проекттің бағыты. Соны жазып алу керек. Шарды бағытынан не шатастыра алады? Соны шардың екі жағына жазасыздар. Мынандай бізде аяқ асты туындаған проблема болса, мынандай жағдайда біз шарымыз, проектіміз дұрыс табысқа жетпейді. Сондықтан біз осының бәрін түгел ескеруіміз керек деген осы әдісті қолданып көріңіздерші өз тәжірибелеріңізді. Сосын маған звондап айтасыздар. Қандай тамаша әдіс. Түсінікті ма балалар? Қызықты ма сіздер үшін? Жоқ, құр тыңдап отырсыздар ма? Гаухар рахмет, сізге өте керекті мағлұматтарды бердіңіз. Осы презентацияңыз өте керемет, тиянақты орын алған екен. Бізге презентацияңызды бересіз бе, қай жерден алсаңыз? Әрине, мен қуана беремін еще. Тағы беремін одан кейін ресурстар. Жақсы, соңғы тапсырманы айтыңыздар, мен білемін, апай сіздің уақытыңызды алдым. 120 секунд деген мен өзім қатты жақсы көретін әдіс бар тапсырмада. Мысалы, табиғат дегенді көріп тұрсыздар ма? Қазір сіздердің тақырыптарыңызға қарай алдым. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Осы слайд шығып тұр ма? Мен сәнімді емес болып тұрмын. Рахмет. Енді сізге 1 минут береді студенттер. 1 минуттың ішінде табиғат туралы 12 идеяны тез сақ етіп жазып тастау керек. 1 минуттың ішінде. Екінші кезекте не істейсіз? 3 адамнан тұратын 3-тік жұмыс жасайсыз. Ролдер, біріншісі спикер болады, екіншісі таймкипер, үшіншісі бағалаушы болады. Критерий жасап аласыздар. Енді сіз спикер табиғатты сол 12 жазылған идея сөздерді қолданып 1 минуттың ішінде тағы 1 минут береді. 1 минуттың ішінде тез өзінің реч айтып жеткізу керек, сөзін жеткізу керек. Таймкипер уақыт болды дейді, сіздің мақсатыңыз 12 сөзді толық қолданып табиғат туралы өз пікіріңізді басқаларға жеткізу. Потом рөлдер ауысады. Содан кейін 1 минуттан кейін үшінші бағалаушы өз пікірін айтады. Сіз мұншама сөз қолдандыңыз, сөз сөйлеген кезде қыстырма сөздерді айтады ғой, паразит сөздерді қолданып кеттіңіз деген сияқты. Мысалы, және, сонымен деген емес, только 12 сөзді қолданып керек. Тамаша әдіс. Әсіресе ағылшындар, орыс тілі, қазақ тілі, барлық тілдерде қолдануға болады. Так, түсінікті ма балалар, сұрақ бар ма? Молодцы. Енді соңын айтқым келеді, Галахер былай деп айтады. Өзара әрекеттесу әдісін қолдансаңыз дейді, оқушыларды тек қызықтырып қана қоймайсыз, оған білім алуға үйретесіз дейді.
өзара әрекеттесу, онлайн пікірталастар оқушылардың көзқарастарын кеңейтеді екен. Мен білмейтін затты Мұрат білуі мүмкін, мен білмейтін затты Айгүл білуі мүмкін. Жаңа білімді бірлесіп жұмыс жасауға, әр студенттің жеке қажеттілігін қанағаттандыруға, оқушыларға тақырыпты терең ойлауға жетелейді екен. Олай болса, әріптестер, студенттер 7 минуттан асып кеткен сияқтымын. Маған қысқаша ғана кері байласып беріңіздерші, бір нәрсе түсіне алдыңыздар ма сол туралы? Бір адамның пікірін тыңдағым келеді, мына бір шетте ер бала отыр. Қара костюммен. Ержан, не түсінікті болды? Қысқаша ғана бірақ сөйлеңіз. Әуе шары әдісі 120 секунд сол әдіс тәсілер маған Тиімді болды. Рахмет. Өзара әрекеттесу, взаимодействие. Мүмкін түсінбей жатсаңыздар. Жақсы әріптестер, апаймен аяқтады. Сұрақтарыңыз болса, Рахмет сізге, Гаухар Ясынқызы. Білім алушыларымыз сізден құнды мәліметтерді алды деп ойлаймын. Еңбегіңізге шығармашылық табыс тілейміз. Ал ендеше білім алушылар шаққа сала барлық әріптестер жүктеп алуға болады. Шаққа жібереді. Гаухар Ясынқызына кері байланыс от шашу арқылы білдірейікші. Рахмет білім алушылар. Яғни білім мазмұны жаңартуына байланысты оқытудың әдіс тәсілдері тиімділігін арттыруды бүгін білім беру мақсаты талап етіп отыр. Келесі слайд жіберіңіз. Негізгі қағидасы бүгінгі білім беруді нәтижеге бағдарлау, оқытуды оқушының жеке тұлғасына бағыттау, ал оқыту әдістерін тұлғааралық қарым-қатынастарға бейімдеп болып отыр. Яғни оқушы бүгін білімді мұғалімнен дайын күйінде түсіндірмені алмайды. Олар әртүрлі шығармашылық жұмыстар орында өзінің ойлау қабілетін дамытады. Дүниетануда дүниетанымын кеңейтеді, шығармашылық қабілетін тапсырмалар орындауға мүмкіндік туып отыр екен. Ендеше балалар, біз келесі тапсырмамызды орындайық. Яғни бірінші топтағылар дүниетану пәнінде қолданылатын сөздік әдістер. Бағалау критерийлері бағалау парағында тұр. Осы критерийлерді басшылыққа алып, тұжырымдамалық карта орындаймыз. Екінші топ, сендер дүниетану пәнінде қолданылатын көрнекілік әдістер. Бағалау критерийлерін қараймыз, тұжырымдамалық картамызды бастаймыз. Үшінші топ, тәжірибелік әдістерді дүниетану пәнінде қолдану. Бағалау критерийлерін басшылыққа аламыз. Senderde көрнекілік әдісі. Жақсы балалар, жасаған жұмысымызды жасырдар. Болды. Жүйеге келтіреміз жұмысымызды.
Болдық. Болдық па? Я сендерге WhatsApp желісінде тұжырымдамалық карта тақтасы, яғни Padlet тақтасын мен сілтемені WhatsApp желісінде жіберген. Әр топ өзіміздің тұжырымдамалық картамызды Padlet тақтасына жібереміз. Сосын кішкене өзіміздің жасаған жұмысымызды айтамыз. Ал ендеше болдық па жіберіп Padlet тақтасына жібереміз сілтемемен. Padlet тақтасына сөздік әдістер. Сендердің жұмыстарың келіп түсті. Келесі бірінші топтың сөздік әдістер бойынша екінші топтың көрнекілік әдісі, үшінші топтың да тұжырымдамалық карталары келіп түсті Padlet тақтасына. Ендеше орнымыздан кішкене осы туралы сипаттама беріп жүрейік. Тұжырымдамалық картамызды қорғап жүрейік. Қайсы топ қорғайды? Айта ғой. Көрнекілік әдісі үлкен екі топқа бөлінеді. Біріншісі демонстрациялық, екіншісі иллюстрациялық. Дұрыс. Иллюстрация әдісі арқылы оқушыларға иллюстрациялық құралдар атап болады. Атап айтсақ, олар плакаттар, әртүрлі фломастерлер, және де карталар, картиналар қолданылады. Жақсы. Түрлеріне сипаттама бердіңдер, айттыңдар түрлерін. Енді ерекшелігіне баға беріңдер. Біреуін сипаттай аласыңдар ма? Сендерде екінші критерий тұр, осы әдістің біреусіне сипаттама бер дейді. Қайсыңыз? Құрал бар ма жұмысымыз? Айтамыз. Енді бір нәрсені тағы мен хабарлама айтып жіберейінші. Осы жерде бағалау парақтарына қарасаңдар, көңіл аударсаңдар, жолдасыңды тексер деп тұр, бағала деп тұр, бір-біріңді жолдасыңды бағала. Яғни бағалау парағын ақырын бір-бірімізге жібереміз. Өзіңді бағаламайсың, енді жолдасымызды бағалаймыз. Карта барысы, жұмдағы карта орындау барысында кім қандай жұмыстар жасады, бір-бірімізді байқап отырмыз. Сол бойынша бағалаймыз. Жақсы. Демонстрациялық әдістердің ерекшелігі көрнекіліктің оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкестігіне қарау, және де заттардың барлық оқушыларға жетіп, олардың көруі. Жақсы. Және де көрнекіліктің сабақтың керек үстінде пайдалану, дұрыс қолдану. Дұрыс. Қосымша бар ма? Бар. Бар ма қосымша ерекшелігінде? Жақсы. Қандай жаңа айттыңдар, сендер не жасадық дедіңдер тұжырымдамалық картада? Көрнекілік. Жобасын қалай етіп алдыңдар? Біз тұжырымдамалық картаны домбыра жобасын жасап шығардық. Жақсы. Өте жақсы отырамыз. Бір-бірімізді жолдасымызды тексеріп бағалаймыз. Бірінші топ кездетеміз. Жақсы. Айта береміз. Сендерге сөздік әдістер. Критерийға сүйенеміз, бағалау критерийіне. Сөздік әдістеріне әңгіме, түсіндіру, әңгімелеу, оқу талқылаулары мен кітап және оқулықтармен жұмыс кіреді. Кітап және оқулықтармен жұмыс мұғалім мен оқушының арасындағы
керекті, байланысты, қажетті әдіс болып табылады. Себебі оқытушы барлық жұмыстарын, барлық үй тапсырмасы болсын, тапсырмаларын кітап арқылы түсіндіреді. Оқушылар да өздеріне керекті мағлұматтарды кітап арқылы алады. Кітап арқылы балалар конспектлеу, әңгіме, сондай-ақ Түрлерін ғана айтамыз, иә? Түрлерін. Әңгімелесу әдісі, біреуіне сипаттама, иә? Әңгімелесу әдісі, түсіндіру әдісі дедіңдер. Тағы да қандай түрлері бар екен сөздік әдістердің? Кітаппен жұмыс, түсіндіру әдісі. Тағы? Енді біреусіне сипаттама беріп жөнеміз. Сосын ерекшелігін жаңа кім Рамиля айтып кетті. Сипаттама береміз. Ерекшелігіне немесе бір әдіске ғана сипаттама беріп жүрейікші, қайсына бересіңдер? Әңгімелесуге бересің бе, әңгімеге бересің бе? Қанша ұзақтығы болу керек екен? Қандай сипаттама? Таба алмадық па? Түсіндірудің ерекшелігі ол балаларға дұрыс жеткізе алу оқытушыны. Себебі әрбір түсіндірген кезінде оқытушы өзінің сөздік мәнеріне, дикциясына балаларда әсер қалу үшін, сондай-ақ балалардың жадында қалуындай сөйлеу керек. Жақсы отырамыз. Рахмет сендерге. Жақсы. Келесі тәжірибелік әдістер. Дүниетануды пәніне қолдану. Айта ғой. Дүниетану сабағында оқушылардың қабілеттерін арттыру үшін қолданылатын негізгі әдістердің бірі ол тәжірибелік әдіс болып саналады. Тәжірибелік әдіске анықтама бере кетсек, тәжірибелік әдістер оқушыларды сабақта теориялық білімдерін біліктіліктерін және дағдыларын қалыптастыру үшін тереңдетуге және жетілдіруге түсіну мақсатында жүргізіледі. Жақсы. Түрлерін атап жібереміз. Тәжірибелік әдістердің түрлері лабораториялық, практикалық, графикалық, әртүрлі жаттығулар. Жақсы. Біреуіне сипаттама бердіңдер, Оның біріншісі жаттығуға тоқтала кететін болса, жаттығулардың көмегімен ақыл-ой және тәжірибелік іс-әрекетті меңгеруге болады. Және ол жаттығу әдісі барлық пәндерде қолдануға болады және оның жаттығу әдісіне өзінің бір қойылатын талаптары да бар. Жақсы. Отырамыз. Ендеше бағалау. Жақсы. Ендеше бағалау парағында бағамызды, жолдасымызды бағалаймыз, иә? Жолдасымызды бағалап, қайтадан бағалау парағын береміз, ортақ балымызды шығарамыз. Жақсы. Бағалап алдық, иә? Жақсы, бағалау парағына қойдық қой. Ендеше үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырма визуалды айғақтар әдісі арқылы орындалады. Сендерге оқулық берілген, оқулықтың 235-ші бетін ашамыз. 235-ші бетке бақылау табиғатты өздігінен оқып үйренудегі бірден бір негізгі әдіс деген мәтін берілген. Көріп отырмыз ба? Аштық қой, Жақсы. Осы мәтінмен танысамыз, әдістің тиімділігіне қорытынды жасаймыз және келесі слайдты көрсете қойшы суреттерді. Міне, суреттер слайдтан көріп отырсыңдар, қандай суреттер тұр? Құрал атап жіберші. Өсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі, қысқы тіршілік деген үш жаңағы сурет көрсетілген. Осы мәтінге, суретке, осы арқылы өз жоспарыңызды ұсыныңыз дейді. Қандай әдісті пайдаланады екенбіз? Бақылау әдісін пайдаланамыз. Дүниетану пәнінде бақылау әдісін пайдаланамыз. Өзіміздің жобамызды ұсынамыз, жасаймыз. Бұл жоғарғы деңгейдің тапсырмасы. Әркім өзінше жұмыс орындайды, жеке дара.
дәптерімізге орындаймыз. Жеке дара деп қоймай, жеке дара. Дәптерімізге орындаймыз. Үш тақырыпты бірінші алысында да мәтінді танысы боласын. Бұл жерде жүйенің берілген не талап етіп отыр. Соны басшылық қаламыз. Сендерге түсініксіз нәрсе бар ма? Жақсы, барлығы түсінікті болады. Мына берілген суреттің, үш суреттің біреуісіне бақылау әдісі бойынша бақылау жүргізіп көреміз. Ертең мектепке барғанда дүниетану пәнінен оқушыларға қандай тапсырма бересің, қандай талапты орындайсың, дүниетану пәнінің мұғалімі соны басшылық қаласың. Сендерде түсінікті болып тұр ма балалар? Демалушылар, қанекей, жақсылап өзіңізді біліміңізді бағалау үшін орындайсыз болады. Бағалау критерийлеріне назар аударамыз, тапсырма орындап жатқанымызға көңіл қоямыз. Жақсы. Бірінші, бақылау әдісінің тиімділігін анықтаймыз. Сосын барып, берілген үш сөздердің біреусіне бақылау жүргізу әдісін жүйеге жазып шығамыз. Жұмыс жобасын жасайсың. Болдық па? Жобамызды аяқтайық. Не ұсынамыз? Жақсы, тоқтатайық. Ендеше бізде алдын ала бақылау әдісі туралы жұмыс жасап келуге бірнеше тапсырмалар осы топта жаңағы бірінші семестр қорытындысы бойынша жоғары балл жинап келе жатқан жаратылыстану негіздері пәнінен сырғалы, оныңыздан тұрамыз, сырғалы бірнеше тапсырма берілді тақырыптар. Соның ішінен өзі қайсы тақырып қалды? Бізге үй тапсырмасында бірнеше тақырып берілді. Мен соған өзіме жақыны гүл болғандықтан, мен осы гүлді бақылау жүргіздім. Алдарыңызда көріп тұрған гүл, бұл гүлдің аты каланхоя, яғни қалың қой деген гүл. Қалың қой гүлінің отаны Африка, Оңтүстік Америка, Оңтүстік Африка және Қытай Ява аралдарында жиі кездеседі. Қалың қой гүлінің 200-ге жуық түрі бар, және де 30-ға жуық түрі үйде өсіруге арналған. Және де бұл қалың қой гүлінің пайдасы өте көп. Себебі емдік қасиетке өте көп. Бұның жапырақтары, шырындары арқылы дәрілік өсімдіктер ала аламыз. Және де сәндік
жағынан да өте пайдалы, тиімді. Үйде де өсірсек өте сәнді болып келеді. Және де біздің колледжімізде женітану әдістемесіне арналған кабинет бар. Сол жерде неше түрлі гүлдер бар. Біз оған бақылау әдістерін, жұмыстарын ылғи да жасап жүреміз. Бұл гүлді, яғни қалың қой гүлін қанша өскенін айтып отырсыз. бұл негізі біз бұны қалың қой гүлін 2019 жылы отырғызған болатынбыз, қыркүйек айында. Жыл сайын, егер де біз бұл гүлді жыл сайын күтіп баптап отырсақ, жыл сайынғы өсуін тоқтатпайды, әдемі болып өсіп жетіледі. Және де айына, жылына 20 сантиметрден өсіп тұрады. Сосын сен оны арнайы этикетін дайындадың. Арнайы этикеттің барлығын дайындадым. Жақсы. Назарларыңызға рахмет. Отыра ғой. Тағы айтатыныңыз бар ма? Қалай жүргізуге болады екен? Мектепке барғанда дүниетану пәнінен бақылау әдісін әрбір тақырыптарда қалай жүргізуге болады екен? Топтардан айта ғой. Сондай-ақ мен болашақта өз тәжірибемде өсімдікке байланысты бір әдісті қолданғым келеді. Ол әдісті өсімдікті күту, яғни гүлдерді күту деп алдым. Оның мақсаты оқушылардың гүлді күтіп бақылауға үйренеді. Сондай-ақ оқушылардың шыдамдылығы мен төзімділігін байқай аламыз. Себебі біз ол жерде оқушылардың қалай төзімділігін танытып, қалай өсімдіктерге назарын аударатынын, қалай күтуін байқаймыз. 5 стакан алып, 5 ваза алып, ол 5-еуіне бірдей гүл саламыз. Сол гүлдердің әрбір стаканына біріне, мысалы біріншісіне біз жай су құйсақ, екіншісіне газдалған су, үшіншісіне аспирин қосылған, төртіншісіне содамен, бесіншісіне тұз, алтыншысына қантпен салып дайындап болған суларымызға гүлдерді саламыз. Сол кезде біз қаншалықты гүлдердің ұзақ тұруын байқай аламыз. Мысалы, суда тұрған гүл 1 апта болса, аспирин салынған гүл 2 аптаға дейін шыдауы мүмкін. Сол арқылы біз нәтижені, қорытындыны шығара аламыз. Балалар соған қарап, өздері гүлді қалай күту керек екенін, гүлдерді қалай ұзағынан тұрғызу керектігін, өсіру керектігін күтуін байқайды. Бақылау әдісі арқылы үйренеді, жақсы. Оның жағында жағы бар. Мысалы, үйде анасына гүл сыйласа, анасына әпкесіне гүл сыйласа, ол гүлді ол бала апарып, апа, білесіз бе, қалай ұзақ сол гүлді тұрғызуға сақтауға болады дейді, и балаларға соны көрсетеді. Жақсы, өте керемет, жақсы отыра ғой. Өзіңнің жобаңды, және енді осы жерде бір тиімділігі тұрақ айтпай қалдық, бірақ та бақылау әдісінің тиімділігі өте жақсы. Тағы да айтатынымыз бар ма қосымша? Енді бұл жерде балалар 90 100-дің тапсырмасы, 100 баллық тапсырма, бұны бәріміз орындау жаңағы міндеттеме, енді шамамыз келмей жатқан шығар. Бар ма ішіңізде орындаған? Бар ма айтатындар? Айта аламыз ба? Ал айта ғой. Мен біріншіден бақылау әдісінің тиімділігін айтайын. Бақылау әдісінің тиімділігі психикалық үдерістерді табиғи жағдайда зерттеуі мүмкін. Мен өзім өсімдіктер әлемінен алой гүліне тәжірибе жүргізгім келіп жатыр. Бұл жерде алойның отаны, алой үйде таңдап ең көп таралған ішкі сорттар. Алойның отаны араб түбегі. Бұл табиғатта өсімдіктердің шамамен 400 түрі бар. Бірақ олардың барлығы үйде өспейді. Және алой ағашы халық арасында акави деп атаған екен. Оның жапырақтарының ұзындығы 20-25 сантиметрге дейін жетеді екен. Ол алойныңқы дөңгелек тістерінің шеттерінде 1 метр жоғары деңгейге жетуі мүмкін. Жобаңызда енді. Және де оныңқы Сұнысын дайда ғой. Бұл жерде қалай күтім жасау керек алой гүліне, және де оның жапырақтарының ұзындығы, және оның биіктігі туралы
оның қасиеті, қасиеттері. және ол қандай ол дәрілікте оның жапырағы дәрі. Яғни балаларға алдағы уақытта сен дүниетану пәнінен сабақ берген кезде осы бақылау әдісі қолданасың, өте жақсы. Яғни бұл соңғы тапсырмада жаңағы визуалды ақпарат арқылы әдісіндегі тапсырмамызды аяқтап, өзімізді бағалау критерийіне балымызды қояйық. Қойдық. Жақсы. Енді бірінші, екінші тапсырмадағы ортақ алған балдарыңды қосып, екіге бөліп көреміз, Ал бірінші тапсырма және екінші тапсырмадағы балымызды қосып, екі тапсырмаға бөліп, өзімізді бүгінгі әрқайсымыздың екі тапсырма бойынша алған балымыз шығады, Бірден бағалау парағына жазасыңдар. Бағалау парағын мен сабақтың соңында жинап алам. Батонсқа бағаларын қойылады бүгінгі күнге, Жақсы, жақсы. Енді үшінші тапсырма бойынша кім жауап берді? Өзімізді бағалаймыз. 90-100 балдық тапсырма берілді. Сонымен бірге бірінші тапсырма мен екінші тапсырмаға жауап бергендер қол көтеріп, орнымыздан тұрып, сипаттама беріп, әртүрлі тапсырмаларды орындап жауап бергендер, бірінші тапсырмаға жауап берсек 2 балл, екінші тапсырмаға жауап берсек 3 балл өзімізге қосамыз. Балл қосайық. Енді балымызды жай айтып жіберейік, орнымыздан. Құрал айта ғой, қосып болдың ба? Сен айта ғой, өзімізге айта ғой. Бүгін мен сабақта 90 деген балл қойдым. Өзге 90 деген балл қойды, тиімділігін айтты, бірақ жаңағы жобада айтып, ең соңында ұсынысын болмай қалды. Жақсы, 90 деген балл қойдық. Кім, Мейіржан болдық па? Айта ғой, өзіңе 73 деген балды қойдық, орнымыздан тұрамыз. Қай жерде сен, қай критерийлерге жетпей қалдың? Бірінші тапсырмада. Оқытудың формалары мен әдістері дегенде, дүниеде осыған жауап бере алмай қалдық дейді. Жақсы отыра ғой. Енді оқытудың формалары, оқытудың дүниетану бойынша оқытудың формалары, ол оқу және оқыту болып екі түрге бөлінетінін білеміз, Оқу формалары ол жеке дара, топтық, ұжымдық, сыныптық. Ал оқыту формалары деген оның негізгі нысаны ол сабақ екенін ұмытпаймыз балалар. Біз алдағы лекциямызда сабақтың құрылымы туралы қосымша өтеміз, тақырыптарымыз бар. Ал енді онымен бірге оқыту формаларына қосымша жаңа айтты, клуб болсын, үйірме болсын, спорттық жарыстар, экскурсиялар, осылардың бәрі оқыту жұмысын ұйымдастыру формаларына жатады екен. Мейіржан түсінікті ғой, өзіңе керекті жерін жазып алдық. Жақсы. Ендеше бағалау парағындағы 80 алғандар қол көтеріңдер, 80 мен 89 алғандар. 70 пен 79 алғандар көтереміз. Жақсы. 90-100 алғандар көтереміз. Үшеу, 90-100-нің арасы үшеу. Жақсы. 50-69 балл алғандар бар ма? Жоқ, ондай болуы мүмкін емес, өйткені біз үлгі сабағын көрсетіп отырмыз. Жақсы, өте. Ендеше балалар, мен сендерге рефлексивті нысана деген рефлексияны алдарыңа қойдым. Осы бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс жазамыз. Мен барлығынан сұрамаймын. Тездетіп жазып, WhatsApp желісіне жіберілген сілтеме арқылы Padlet тақтасына жүктейміз. Сабақ барысында жүктей береміз. Көз жүгіртіп қарап шықса, кім айтып жібереді? Айта ғой. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе болған Гаухар Ясынқызымен кездесуде бізге өте тиімді әдіс тәсілдерді сабақта қандай пайдалану керек туралы айтып берді. Жақсы.
Бүгінгі сабақта ұнаған бір іс-әрекет дейді. Иә, тыңдап отырамыз. Иә, кім айтып жүреді? Иә, жақсы айта ғой. Маған ұнаған іс-әрекет бақылау әдісі арқылы мен өзімнің тәжірибемді жасағаным, бақылау жұмысын жүргізгенім маған ол Өзіңе ұнады. Болашақта осы жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Иә, томирис айтып жібереміз. Есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Есте сақтау керек бір маңызды мәлімет, ол мен үшін тәжірибе жұмыс кезіндегі Диляраның тәжірибесі. Жарайды, жақсы. Тағы да айтатын бір ма? Есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Әр уақытта сабақты құнды болу үшін біз қайтуымыз керек екен. Әдіс тәсілдерді тиімді қолдануымыз керек екен. Бүгінгі сабақта туындаған екі аспекті дейді. Қалғанымыз? Мен айтсам Ал айтамын. бүгінгі маған қиындық тудырған 3 тапсырма болды, өзімнен жобамды құра алмадым. 90 балға жетпедім. Болашақта осы жобаны жасау, бақылау жаңағы әдісіне көбірек көңіл бөлуді ұсынамын. Бүгінгі сабақта мен сенен көп нәрсе күткен едім. Бүгін сен жаңағы тапсырманы орындалмай қалдың. Жарайды, жақсы, келесі жыл сабақтарда жақсы қатысуға, мен сені араласуға міндеттіміз. Болды, Padlet тақтасына жібердік. Түсіріп жібереміз. Кері байланысымызды Padlet тақтасына жібереміз. Тездетеміз. Padlet тақтасы келмеді. Сілтемеге жібере береміз. Интернет жақсы ұстап тұр ғой бәрінде? Жақсы. Жібердік. Мен үйден өзім қосымша кері байланысты қарап шығамын Padlet тақтасынан. Жақсы. Тездетіп жібере береміз. Жақсы. Келесі. Әркіміз жібердік па? Жібере береміз. Жақсы балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырманы жазып алайық. Дүниетану пәнін оқытудың формалары мен әдістері. Лекцияны оқимыз. Сендерге көп ресурстар таратылып берілді. Осы ресурстарды пайдаланамыз. Сосын құстардың қысты тіршілігі деген 2-ші сынып бойынша жаңағы қымыжы жасаймыз, болмаса бақылау әдісі арқылы жобаны аяқтаймыз. Кім бүгін жасай алмады? Жақсы. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сендерге рахмет, сау болыңдар.